Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Қазір достар, сіздер егер энергияңыз болмай, қатты шаршап, көңіл күйлеріңіз болмай жүрсе, бұл техниканы жасауға кеңес беремін. Бұл техниканы бірақ новолунияда жасайсыңыз, яғни жаңа ай туған кезде жасайсыңыз. Мысалы, 5 сентябрь жаңа ай туған болса, ертең, мысалы, бүгін 4 сентябрь, ертең 5 сентябрьде новолуния болады десе, сіз сол күні таңертең ерте тұрған бойдан дәретіңізге бармай тұрып, бірінші кранға келесіңіз. Кранға келіп, кранды ашасыңыз. Ашқаннан кейін қолыңызды осылай қойып қоясыңыз да, 7 рет мына дұғаны оқисыңыз. Дұғаны мен комментарийға жазып қоямын. Атыңыз деген жерге атыңызды айтасыңыз да, 7 рет оқисыңыз. Қолыңызға жиналған суменен бетіңізді шаясыңыз. Болды достар, басқа еш нәрсе жасамайсыңыз. Бірақ бетіңіздегі су өзі кеуіп қалу керек, оны сүртуге болмайды. Бұл бір айға дейін, эффекті бір айға дейін, сол келесі новолунияға дейін, келесі новолунияда тағы жасасаңыз болады. Для профилактики, егер шаршамай, кәдімгі еш ауырмай, сырқамай жүрген адамдарда для профилактики жасауға болады. Комментарийді мен дұғаны мен комментарийға бекітіп қоямын. Достар, бұны міндетті түрде тек қана жаңа ай туған кезде жасалады новолунияда. Одан кейін сіздер энергияңыз көбейіп, шаршау белгілері жойылып, өзіңізді жеңіл сезініп, сергек сезініп, кәдімгідей күш қуат пайда болады сізде. Бірақ бұл эффекті бір ай, сондықтан келесі ай новолунияда қайталауыңызға болады. Сәттілік достар.